Армысың, бауырым? Ата-бабан атқа қонып, аруақ деп жау жапырып, жарты әлемге билік жүргізгенін жадыдан қалай тез өшіріп алғанына таң қалып отырмын. Бүкіл ұлттық құндылықтың алтын діңгегі босап, оның орнына неше түрлі діни ағымдар баса бастап, соның торына түсіп, тырбыңдап қалғанын қалай. Мыңдаған жылдар қалыптасқан әдет-ғұрыпты, дәстүрді, бидғат, шірік, харам деген семиттің сөзіне алмастырып, дұрыс амандасуды да ұмытты. Евейну, шалом алейкум деген сөздің қайдан шыққанын да білмей, шолақ балақ, теке сақалдың ағызған уағызымен сананды улап шыға келдім. Алаш арыстары аңсаған егемендік келгенде, неге ғылым, білім болмадым? Неге Жапон сияқты технологиямен келмей, аспандағы қазды қуып кеттім? Арабтың фольклорын жаттап алып, ғылымды дамыта алмайсың. Бетіңді ғылымға бүрдегім келеді. Егемендік алғалы қазақ қоғамындағы пайда болған соқыр сенім деген бітеу жара бір күні жарылады. Яғни жарылыстар болады, Сириядағы сияқты. Себебі біреуі сопы, енді біреуі салафит, вахабит, хизбут тахрир, ән-нусра, мадхалит, мәсіхші, христиан, тәңірші болып бөлініп жатырсыңдар. Дін ешқашанда ұлттың басын біріктірмейді. Бізді біріктіретін ұлттық идея, ұлттық дәстүр, ұлттық идеология және ұлт жанашырлары. Семиттің жанашырларының қолқанын тескен тек қана ақша. Олар ақша жасау үшін осындай шет елдің идеологиялық желілік жұмысын жасауда. Ойлан, бауырым, осымен сөз тамам.